Балмұздақ кез келген жастағы адамның сүйікті асы. Одан бас тарту мүмкін емес. Балмұздақ адам ағзасы үшін пайдалы және зиян екенін де біле жүріңіз. Ендеше, балмұздақты кімге жеуге болмайтынын бірге білейік. Балмұздақ сергіткіш десерт. Егер артығымен жесеңіз, денсаулығыңызға айтарлықтай зиян болады. Десе де, балмұздақ басқа тағамдар секілді түрлі дәрумендер мен минералға және зиянды заттарға бай. Нақтырақ айтқанда, балмұздақ сүтті азық. Оның құрамы адам ағзасы үшін пайдалы элементке бай. Қимыл тірек аппаратының жұмысын жақсартып, нығайтатын кальций элементін кездестіруге болады. Одан бөлек, жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін магний мен калий элементін аласыз. Оған қоса, адам ағзасын А, С, Е дәрумендерімен байытады. Стресспен күреседі. Балмұздақ жүйкені тынықтыратын ең керемет дәрі. Басқа тәттілер сияқты балмұздақ та эндорфин бөлінеді де жүйке жүйесін әсер етіп, жүрегіңізге тыныштық сыйлайды. Ас қорыту жолдарын жақсартады. Жемісті балмұздақ жасыныққа бай. Ал бұл зат асқазан мен ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартатын күшке ие. Ал йогуртты балмұздақ ішектің жұмысын реттейді. Артық салмақтан арылтады. Құрамында ешқандай бояу мен қоспалар жоқ балмұздақ адам ағзасы үшін өте пайдалы. Калориясы аз бұл азықты артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеу ұсынылады. Алайда диетологтар шектеп жеу керегін ескертеді. Балмұздақтың зияны. Балмұздақ түрлі дәрумендер мен минералды заттарға бай. Бірақ оны кез келген адамға жеуге болмайды. Оның тәттілігі соншалықты тойғаныңызды білмейсіз. Сондықтан да тойып жеуге асықпай, денсаулығыңызды да ойлауға ұмытпаңыз. Ендеше, мына адамдарға балмұздақ жеуге болмайтынын ескертеміз. Семіздікке бейім болсаңыз, гастритпен немесе панкреатитпен ауыратындарға, сондай-ақ қан диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға, гипертониктерге балмұздақ жеуге болмайды. Балмұздақпен бірге ыстық сусын ішуге болмайды. Ондай жағдайда тіс эмалін құртып алатыныңызды ұмытпаңыз. Тамақ ауырғанда балмұздақ жеу керек дегенді жиі естіп жатамыз. Осыған сенесіз бе? Я, балмұздақ тәтті азық. Оның құрамындағы қант жұтқыншақтың зақымдауына келеді. Бұл кезде балмұздақ жесеңіз, ауруды асқындырып алуыңыз мүмкін. Дәрігерлер жоғары тыныс жолдарының ауруларында суық тағамды қолдануға рұқсат бермейді. Себебі тәтті, салқын тағамдар тамақтың шырышты қабығының ісінуіне ықпал етеді. Сондықтан да сіз тамақ ауруын салқынмен емдеуге жаттықпаған болсаңыз, балмұздақтан бас тарта тұрғаныңыз дұрыс. Жалпы, деніңіз сау, тамағыңыз ауырмаған кезде тамағыңызды салқын сумен шаюды әдетке айналдырыңыз. Сонда иммунитетіңіз көтеріліп, тамақ ауруынан арылтады. Құрметті көрермен, осымен біздің видео өз соңына жетті. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойыңызды жаза кетсеңіз болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.